Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырған іс-әрекетіміздің тақырыбы от жау ма, әлде дос па? От біздің өмірімізге, бойымызға қуат береді және жылулық сыйлайды. Егер біздің от болмаса, үйімізде жылу болмайды, тамақ піспейді, шай қайнамайды, иә? Бәріміз білеміз оны, иә? От, егер тамақ жемейтін болсақ, біздің бойымызда қуат жоқ, өмірге деген қызығушылығымыз төмендейді. Егер үлкен апалар шай ішпесе, бастары ауырады, иә? Егер үйде от жоқ болса, үйіміз жылымайды. Оттың бізге берер пайдасы өте көп. Сонымен қоса, оттың бізге зияны да өте көп. Өрт тілсіз жауды бекер айтпаған. Қараңызшы балалар, егер өрт болған жағдайда, әр нәрсенің өзінің ережесі бар, оны білеміз, иә? Өрт болған жағдайда да өзінің ережелерін сақтауымыз керек. Егер өрт болып жатырса, үйден далаға шығуымыз керек. Немесе иісі шығып жатқан жағдайда үлкендерге хабарласуымыз керек. Егер үлкендер жоқ болған жағдайда 101 нөміріне хабарласуымыз керек. Балалар, қараңызшы, мына жерде бала не істеп жатыр, көріп тұрмыз ба? Мына жерде не болады, өрт болып жатыр ма? Өрт шығып жатыр, иә? Мына жерде жаңағы өрт шығып жатыр, мына жерде бала арт жақтағы есіктен шығып жатыр, бұл үлкен жаңағы көп қабатты үйлерде. Мына жерде қарасаңдар, өрт болған жағдайда не істеп жатыр мына бала? Аузын жауып, астымен өрмелеп сыртқа шығып жатыр, иә? Немесе біздің қолымызда шүберек болса, соны жабамыз, сулы қылып, немесе қолымызды мына жермен жабамыз, немесе қолымызбен жауып, астыңғы жақпен далаға шығып кетеміз, иә? Егер өрт болған жағдайда. Ал мына жерде қарасаңдар, мына жерде өрт сөндірушінің киімдері бар. Мына жерде үстіне киетін, басына киетін, қолына киетін, өздерінің арнайы киімдері болады, шалбары бар, аяқ киім бар. Мына жерде қарасаңдар, мынау не мына бала білеміз ба? Не бұл? Өрт сөндіру құралдары, иә? Өрт сөндіруге керек нәрселер. Мына жерде мынау құм. Мысалы кішкене өрт болып жатса, соған құмды шашсақ та, суды шашсақ та өрт сөндіру керек, иә? Мына жерде қарасаңдар, мынау шелек неге үшкір білеміз ба? Бұл шелектің үшкір болғаны, егер су өрт болған жағдайда құдыққа тастасақ, ол тез түседі. Оны алсақ көп су шығады, соны өрт болған жерге лақтыратын болсақ, суды дәл сол жерге түседі. Мына жерде қараңдар, шеге суыратыны бар, балта бар, күрек бар, мына заттар бар, олардың бәрі жаңағы егер есік жарылып қатты болып қалған жағдайда, қазу керек жағдайда осы заттарды пайдаланады, иә? Мыналардың барлығы да мына өрт сөндірушілердің құралдары. Мынау жаңағы. Мына баланың бәріміз осы балабақшада көргенбіз ғой, иә? Ол өрт сөндіру құралы. Ең бірінші. Мына жерде мына қыз не істеп жатыр? Немен өшіріп жатыр өртті? Немен өшіріп кетті? Өрт сөндіру үшін баллон пайдаланып жатыр, иә? Ал мына жерде не пайдаланып тұр? Өрт сөндіру. Суды пайдаланып тұр, иә? Ал мына жерде не пайдаланып тұр? Бұл жерде суды пайдаланып тұр, иә? Мынау қандай көлік мынау? Өрт сөндірушілердің көлігі, иә? Ал мынау қандай көлік? Өрт сөндірушілердің көлігі, иә? Бұлда. Мына жерде қараңдар балалар. Есірге болсын, қауіпсіздік ережесін сақтап, абайлап жүр балақай дейді. Немесе 101 нөміріне өрт сөндірушілерге хабарлас дейді. Өрт кезінде өзіңді қалай ұстау керек дейді. Мына жерде қараңдаршы, мынау ненің суреттері бар балалар? Оттың суреттері, иә? Біз үйде өзіміз жалғыз қалған кезде сіріңке ұстауға бола ма бізге? Тоққа, жылытқыш заттарды қосуға бола ма? Теледидарды өзіміз қосуға бола ма? Болмайды, тек қана үлкендер ғана жасау керек, иә? Сіріңкемен бірдеңе жағуға бола ма? Газ плитаны қосуға бола ма?